Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай ерекше косынканы тоқып үйренетін боламыз. Бұл косынка менде 33 сантиметр. Мінекей, 33 сантиметр. Узоры өте ерекше. Мінекей, осындай ерекше узормен тоқитын боламыз. Бұл косынканы біз ярнард джинс жібімен тоқитын боламыз. Және де крючок номері менде номер 3. Мен тоқып бастаймыз. Жіптің ұшын аламыз. Біз кольцо амигуруми тоқудан бастаймыз. Кольцо амигурумиді біз бұлай ұшын өзіміз ұстап тұрып, екі саусағымызға жіпті осылай айналдырамыз. Және крючокты жіптің астынан кіргізіп, бұлай іліп шығарамыз. Мінекей, бізде осындай домалақ пайда болады. Біз енді осы жерге тоқитын боламыз. Ең алдымен біз 4 воздушный петля теріп аламыз. 4 воздушный петляны теріп алдық. Енді осы кольцоның ішіне 2 столбик накидпен тоқимыз. Мінекей. 2 столбик с накидом тоқыдық. Енді 2 воздушный петля тоқимыз. Тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Енді 2 накид аламыз да, осы жерге тағы да бір столбик с двумя накидами тоқимыз. Мінекей, осымен біздің бірінші қатарымыз аяқталады. Жіпті осылай тартамыз барынша. Мінекей. Енді келесі екінші қатарды тоқимыз. Екінші қатарды тоқу үшін біз 4 воздушный петля теріп аламыз. 3, 4. Енді жұмысымызды айналдырамыз. Және де тағы да 3 воздушный петля тереміз. 2, 3. Енді мынау бізде бірінші тұрған, мінекей, мына жерге столбик без накида тоқимыз. Енді 3 воздушный петля тереміз. Мінекей. Енді бізде мынау аркаға тоқитын боламыз. Осы аркаға бір столбик накидпен. Мінекей. Бір столбик тоқыдық. Енді тағы да 3 воздушный петля. Және мынау бізде 2 столбик с накидамнан кейінгі мынау жердегі тесікке столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Енді 3 воздушный петля теріп, осы жерге қайтадан столбик с двумя накидами тоқимыз. Міне біздің екінші қатарымыз осылай аяқталады. Енді үшінші қатарды тоқимыз. Үшінші қатарды тоқу үшін біз тағы да 4 воздушный петляны тереміз. Жұмысымызды айналдырамыз. Және де осы мынау жердегі тесікке, өзіміздің воздушный петля шығарған осы жердегі тесікке тоқитын боламыз. 2 столбик с накидом. 2 воздушный петля. Қайтадан осы жерге тағы да 2 столбик накидпен тоқимыз. Мінекей. Енді келесі біз мына жердегі бір столбик с накидымның жоғарғы жағына тоқимыз. Накид аламыз. Дәл осы жерге бір столбик, 2 столбик, 2 воздушный петля. Дәл осы жерге қайтадан 2 столбик тоқимыз. Енді мына жерде біз 3 воздушный петля тоқыған едік. Соның үшіншісіне тоқитын боламыз. Накид аламыз. 1, 2, мінекей, үшінші воздушный петляға 1 столбик, 2 столбик, 2 воздушный петля. Дәл осы жерге қайтадан 1 столбик, 2 столбик тоқимыз. Енді 2 накид аламыз. Мына жердегі мінекей мынау
арканың үстіне столбик с двумя накидами тоқимыз. Мінекей, біздің косынкамыз осылай басталып келе жатыр. Енді төртінші қатар тоқимыз. Төртінші қатар тоқу үшін 4 воздушный петляны аламыз. Жұмысымызды айналдырамыз. Тағы да 3 воздушный петля тереміз. Осы шыққан жерге бір столбик без накида тоқимыз. 3 воздушный. Мынау арканың үстіне бір столбик с накидом. 3 воздушный петля. Ортасына столбик без накида. 3 воздушный петля. Аркаға бір столбик накидпен. 3 воздушный петля. Ортасына, мінекей, мынау екі арканың ортасына бір столбик без накида. 3 воздушный петля. Мынау арканың үстіне, мінекей, екі столбик, тоққан арканың үстіне бір столбик с накидом. 3 воздушный петля. Мына жердегі соңғы аркаға бір столбик без накида, 3 воздушный петля және де столбик 2 накидпен. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай бізде екі қатардан тұрады узорымыз. Бірінші қатарда біз осындай аркаларды тоқып шығамыз. 2 столбик с накидом, 2 воздушный, 2 столбик с накидом. Ал екінші қатарында біз осылай воздушный петля және аркалардың үстіне столбик тоқып шығатын боламыз. Тағы бір рет екі қатарды көрсетейін. 4 воздушный петляны тереміз. 2, 3, 4. Жұмысымызды айналдырамыз. Мінекей, ең бірінші 4 столбик шыққан жерге 2 столбик с накидом, 2 воздушный петля және тағы да 2 столбик с накидом. Ештеңе алмаймыз. Келесі, мінекей, мынау бір столбик с накидымның үстіне дәл осындай арка жасаймыз. 2 столбик с накидом, 2 воздушный петля, тағы да 2 столбик с накидом. Келесі столбиктің үстіне тағы да 2 столбик с накидом, 2 воздушная петля, тағы да 2 столбик с накидом тоқитын боламыз. Мінекей, енді келесі столбикке арка тоқимыз. Мінекей, 2 воздушная петля, 2 столбик с накидом. Енді соңғысын біз мына жердегі 3-ші воздушный петляға жасайтын боламыз. Мінекей, 3-ші воздушный петляға кіргіземіз де 2 столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушный петля және де 2 столбик с накидом тоқимыз. Енді соңғысы 2 накидпен столбик тоқып қатарды аяқтаймыз. Келесі қатар бізде әр қатар 4 воздушный петлядан басталады. 4 воздушный петля және тағы да 3 воздушный петля теріп, мынау шыққан жерімізге столбик без накида тоқимыз. 3 воздушный петля, аркаға столбик с накидом, 3 воздушный петля, мынау екі арканың ортасына столбик без накида, 3 воздушный петля, столбик с накидом аркаға, 3 воздушный петля, арканың ортасына столбик без накида.
бір 3 воздушный петля, столбик с накидом. 3 воздушный петля, столбик без накида. 3 воздушный петля, столбик с накидом. Арканың үстіне, мінекей мына 2 столбик, 2 воздушный, 2 столбик тоқыған жердің ортасына столбик с накидом тоқисыздар, ал 2 арканың мынандай ортасына столбик без накида тоқимыз. 2 столбик без накида. Соңғысын тоқимыз. 3 воздушный петля, 1 столбик с накидом, 3 воздушный петля, және де мінекей мына соңғы жағына столбик без накида тоқып, 3 воздушный петля тоқимыз, және де столбик с 2 накидами тоқып, қатарды аяқтаймыз. Дәл осылай қатарды бір-бірімен алмастыра отыра, өзіңізге керек ұзындықта тоқып шығасыз. Мен 33-35 сантиметр тоқимын. Мінекей мен өзіме керекті өлшемді тоқып алдым. Менде 32 сантиметр шықты. Енді біз мына бөлігін обвязка жасайтын боламыз. Біз мынау шеттеріне ешқандай бау жасамасақ та, дәл осылай басқа таққан кезде бір байлағанға осы жетіп тұр. Мінекей осылай бір байланып тұр да мына шетінен. Ал егер белге тағатын аксессуар ретінде де қолданамын десеңіз, мынау жеріне 10 сантиметр бау тоқып жіберсеңіз болады екі жағынан. Ол бауды қалай тоқитынын сіздерге көрсете кетейін. Мінекей мынау біздің қатарымыздың аяқталған жері. Мен бір воздушный петля тоқып қойғанмын. Осы жерге воздушный петлядан цепочка тереміз. Так, мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 воздушный петлядан сіздерге көрсетейін. Мінекей осылай өздеріңізге керекті ұзындықта воздушный петляны теріп аласыздар. Және жұмысымызды айналдырамыз. Енді бір воздушный петля теріп, әр воздушный петляға столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей. Столбик без накида әрбір воздушный петляға тоқып шығамыз. Соңына кеп қалдым. Және де ары қарай да осындай столбик без накида тоқып жұмысымызды аяқтайтын боламыз. Мінекей 2 столбиктің үстіне бір воздушный столбик без накида тоқимыз. Мінекей 1 столбиктің үстіне 1 столбик без накида тоқимыз. Және де мынау бізде ортада 2 воздушный петля бар. Осы жерге 2 столбик без накида тоқимыз. Мінекей келесі столбиктің үстіне столбик тоқимыз без накид. Мінекей 2 воздушныйдың үстінен 2 столбик без накида тоқимыз. Дәл осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Қатардың соңына келген кезде ары қарай көрсететін боламын. Неге қатардың аяғына жақындап қалдым. Менде 2 петля қалды. Так, мінекей соңғы петляны тоқимын. Воздушный петляның үстінен тоқитын боламын. Міне, егер сіздер ешқандай бау жасамасаңыздар, менде осылай қалдырдым. Баусыз қалдырдым. Бау жасамайтын болсаңыздар, осы жерден бір воздушный петля алып, жіпті үзе берсеңіздер болады. Ал егер бау жасайтын болсаңыздар, мына жағына бау жасап, обвязканы мына жақтан бау жасап бастасаңыздар, мына жағына да жасау керек болады. Ол кезде былай жасайсыздар. Мен сіздерге 10 воздушный петля алып көрсетейін. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей осылай сіздерге керек ұзындықта воздушный петляны теріп аласыздар. Бір воздушный петля алып, әр воздушный петляның үстінен
бір столбик без накидадан тоқып шығатын боласыздар. Мінекей осылай цепочканың бойымен столбик без накида тоқып шығасыздар. Міне соңына қарай жақындап қалдым. Осы жерде жіптің айналып кетпеуін қадағалап отырасыздар. Мынандай екі өрімнің бір жағынан ғана біркелкі етіп алып отырасыздар. Мінекей мен соңғы воздушный петляны тоқып жатырмын. Осылай біткеннен кейін мынау біз қатардың соңғы столбик без накида тоқыған жерге крючокты кіргізіп соединительный жасайтын боламыз. Мінекей осылай біріктіреміз. Бір воздушный петля алып, жібімізді қиып тастаймыз. Сонда бізде осындай біркелкі екінші жағының бауы шығатын болады. Мінекей бітірдік біз косынканы. Мынау жіптерін жасырып, жақсылап жуып, булап аласыздар. Бізде әдемі узормен тоқылған косынкамыз дайын.